Желіде сұмдығы ақпарат тарады, барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армы қазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Аштықтан көз жұмған қайғылы жағдай. Бесік арба ішінен сәбидің мәйіті табылды. Ашық дерек көздерден Дағыстан Республикасының Дербент қаласында құқық қорғау органдары бесік арбадан 2 жасар қыздың мәйітін тапты деп хабарлайды Алаш.кз. Ресми органдардың алдын ала болжам бойынша кәмелетке толмаған бала ағзасының шектен тыс азуы менен аштықтың салдарынан қаза тапқандығы болуы мүмкін. Уақиға қаланың Агасиев даңғылындағы Северный автовокзалының маңайында орын алды. Тәртіп сақшылары жергілікті тұрғынның құжаттарын тексеру үшін тоқтатқан сәтте оның бесік арбасындағы баланың ешқандай қозғалыссыз, жансыз жатқандығын байқаған. Аталған жағдайға байланысты Республикалық тергеу комитетінің өкілдері келесідей ресми ақпаратты таратты. Бала аштықтан көз жұмған болуы мүмкін. Қазіргі уақытта қыздың анасы ұсталды, қылмыстық іс қозғалды. Өлімнің нақты себебін анықтау үшін сот медициналық сараптама тағайындалды. Қазіргі таңда күдікті ретінде баланың анасы ұсталып, оған қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. Құзырлы органдар қылмыстық іс аясындағы отбасының әлеуметтік жағдайын және де оқиғаның мән-жайын толық тексеріп жатыр. Сараптама қорытындысы шыққаннан кейін бала өлімінің нақты себебі менен құқығы бағасы белгілі болады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де сау саламатта болыңыздар.